Еліміз бойынша жазықсыз қудаланған 118 мың адамның 8 мыңы ақтөбелік арыстар. Бүгін Ақтөбе қаласында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Ашылу рәсіміне мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова қатысты. Толығырақ Найзалы Ильясовнадан арнайы барған Досымжан Ермұраттың материалында. Ақтөбеге келген мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова алдымен қала іргесіндегі қасиетті мекен Түйетөбеге барды. Бұл төбенің маңайында 2000-дай арысымыз ату жазасына кесіліп, осы жерде жерленген. Азалы биік басында боздақтардың рухына Құран бағышталып, жазықсыз жазаланғандардың ұрпақтары 7 нан таратты. Қарашығымды жас емес, қан жуғанда сен қайда едің әділет? Осыдан кейін мемлекеттік хатшы тұрғындар қалашығындағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіштің ашылуына қатысып, ата-баба рухына арнап гүл шоқтарын қойды. Сондай-ақ өткенге шегініс жасап, бүгінгі шараның жас ұрпаққа берері мол екенін айтты. Біз халқымыз басынан өткерген қасіреттің өзінен қасиет табуға тиістіміз. Жас ұрпақ тарихтан сабақ алып өсуі тиіс. Бұл орайда бүгінгідей шаралар өткізудің мәні өте зор. Жалпы ауданы 0,44 гектар жерді алып жатқан мемориалды кешеннің ұзындығы 12 метр болса, биіктігі 2 метр 40 сантиметр қоладан құйылған. Авторы белгілі мүсінші Ахмет Құбай. Ол кісі денсаулығына байланысты сұхбат бере алмағандықтан ескерткіштің мән-маңызын көмекшісінен сұрадық. Бұл қанша қайғырғанмен де, қанша қиналғанмен де оның рухы жеңілген жоқ. Ол басын көтеріп тұр. Яғни бұл адамның қанша қиындық өткенмен де рухының жеңілмегенінің белгісі. Еліміз бойынша өткен ғасырдың 30-шы жылдары 2 миллионға жуық адам аштықтың құрбаны болды. Мыңдаған боздақты атты, асты. Бүгін сол миллиондардың ұрпағы ескерткіш басына келіп, көз жастарына ерік берді. Тұрғындар тағзым етер тарихи орынның ашылғанына бек қуанышты. Атам Көдебас өрбісін Жаңғылышұлы 1937 жылы 25 қыркүйекте тұтқындалып, 10 қазан күні Таутөбеде атылған. Өте қуаныштымын. Енді тағзым етуге осында да келіп тұрамыз деп ойлаймын. Ақтөбе зұлмат жылдардың зардабын мейлінше тартқан өңір. Тарихшылардың мәліметінше жалпы еліміз бойынша 125 мың адам саяси қуғын-сүргінге ұшырап, лагерге қамалды, оның 25 мыңы атылды. Ал Ақтөбе өңірі бойынша 8 мың адам репрессияға ұшырап, оның 2 мыңы құрбан болды. Бізде боздақтардың рухына арнап, ұлттық арна ұжымының атынан гүл шоқтарын қоюды жөн деп санадық. Осыдан соң қаладағы бас партияның ғимаратына барып, депортациялар тарихынан Қазақстан 1939-45 жылдар атты тарихи деректі көрмені тамашалады. Ал тарихтан тағылым өткенге тағзым деген атаумен өткен халықаралық форумда әлем және отандық ғалымдардың баяндамалары тыңдалды. Форум қорытындысы бойынша қатысушыларға ортақ қарар қабылданды. Онда келтірілген тың деректер алда кітап болып басылып, талай мазмұнды дүниелерге арқау болмақ. Досымжан Ермұрат, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақтөбе облысынан.